Молдаге, үйленгенімізге 5 жыл болды. Бірақ әлі перзентіміз жоқ. Тырнаққа зармыз, молдаге. Бармаған дәрігер, емшілеріміз қалмады. Күйеуімнің бүкіл туысқандары ажырас деп жатыр. Әсіресе енем ажырас деп жатыр. Оның шешімі бар, иншаллах. Аллах субханала тағала сіздерге салихалы ұрпақты нәсіп етсін. Әлбетте әрбір адам ұрпақ сүюді қалайды. Сіздер Аллаға көбірек истиғфар айтып, Алланы ұлықтап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтыңыздар. Иншаллах, Алла тағала өзі перзент беруші зат. Молдаке, негізі мен кәсіпкер едім. Қандай кәсіп бастасам да еш жолым алға баспай жатыр. Не бір бизнес тренингтерге қатыстым, коучтарға, сабақтарға бардым. Минусқа кетіп бара жатырмын. Не істесе болады, Молдаке? Бауырым, Алла ісіңізге, кәсібіңізге береке берсін. Сізге айтатын сөзім, сіз Алланы ұлықтап, Пайғамбар алейхиссалату вассаламға көбірек салауат айтыңыз. Иншаллах, кәсібіңіздің алға басуына берекет беретінді Алланың өзі. Молдаке, алдыңызға жас жұбайлар келді, балам жоқ, не істесем болады деді. Салауат айтты, зікір айтты дедіңіз. Одан кейін бизнесмен келді, оған да солай айттыңыз. Неге екеуіне бір нәрсе айтып жатсыз? Сыры неде өзі? Бауырым, Алланы ұлықтаған сайын пенде Раббысына жақындайды. Пайғамбарына алейхиссалату вассаламға салауат айтқан сайын Аллах субханала тағала олардың дәрежесін көтереді. Сондықтан әрбір нәрсеге адам баласы Раббысынан сұрап, Раббысын ұлықтап, истиғфар айтатын болса, Пайғамбар алейхиссалату вассаламға салауат айтатын болса, әлбетте оның жұмысы да алға басады. Бала сүймей жүргендерге де Алла салихалы ұрпақтарды Алла нәсіп етеді, иншалла. Молдаке, мен жүрдім онда. Жақсы, сау болыңыз, аман болыңыз. Бол, иншалла. Алла ісіңізге береке берсін. Жақсы. Қалсы, кеп тұрам ғой? Алла ісіңізге береке берсін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Намештің молдасыз ба? Келіңіз. Сол түс көргенем ағасы. Түсімде Мұхаммед пайғамбарды көрін. Саллаллаху алейхи вассалам. Сол қиналып кеттім негізі аға. Сол қиналсаң осы мешіттің молдасына бар деді. Сол бала шағам аш отыр еді. Соған бір көмек беріңізші. Бауырым, бала шағаңызға майда шет апарыңыз. Рахмет. Молдаке, тұр көрініп тұр ғой, ақаш екен, өтірік айтып тұр ғой бұл. Бауырым. Түсінде пайғамбарды көрмеген ғой. Неғып 2 мың теңге бер жеңіз? Қоя берсіңізші. Алла хидаят берсін. Мен қас сөйлесем оны. Алқаш. Өтірікші. Молдакеңді алдап ақша алдың? Түсінде пайғамбарды көрген де жоқсың ғой сен? Көрдім мен. Ұялмайсың ба? Даптарды егізсің ғой. Арақшы бағасын. Молдакеңде ұялғаннан бер жерді деймін. Ақшасын қайтап берсе, жүрсей. Жіберші. Жүрсей. Өтірік алдайсың. Іші бағасын. Сасып тұрсың араққа. 2 мың теңге байып қалғанда ойладың ба не? Көрген шығармын мен мұш түсінде. Ішіп алып, қаяқтан көресің сен пайғамбарды, жүрші. Аллахым, біз сондай бір дәрежеге жеттік. Сондай бір үммет болып қалдық. Пайғамбарын атын айтқан кезде, пайғамбарын атын пайдаланмақшы болып, Раббым, біз сондай үммет болып қалдық. Пайғамбарын атын айтқан кезде, біз пайғамбар алейхиссалату вассаламның соншама қатты жақсы көргеніміз себеп адамдар пайдаланмақшы болып жатыр. Раббым, біздердің күнәларымызды өзің кешір. Я Расулуллах, сен дүниеде үмметім
ümmetim dep kettin ya Rasulullah. Ümmetim dep kettin ya Rasulullah. Biz kunaga tolgan ümmetleringnin kunasını keşir. Rabbim kıyamette özüngmen jolagatın kezde özüň bizden razı bol ya Rabbim. Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol kate kuna jasap jürgen ümmetleringnin kunasyny özüň keşir. Rabbim olardy da hidayatga bassa ya Rabbim. Olar egerde bol narseni bilgendi edi onda istemeytin edi goy. Allah'ım hidayat berушy özüňsin ya Rabbim. Rabbim barymyzdy, barşamyzdy kıyamette özüňniň didaryňdy körüwdi. Jane Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğunun altında tirilüwdi. Bizlerge nasip et. Ya Rabbim bizlerdi kunalarımızdı özüň keşir. Ya Rasulullah kıyamette ümmetleringe Kawsar bulagynyň janynda özüňniň mübarek kolun men su berip jatkan kezde ya Rasulullah bizlerge de Kawsar bulagyndan özüňniň mübarek koldaryňdan sol Kawsar bulagynyň suwuny içibde nasip et. Мәуліт айы мүбәрәк болсын. Бұл айда екі дүние сардары, адамдардың асылы ардақтысы, пайғамбарлардың сұлтаны болған Мұхаммед пайғамбар Алланың игілігімен сәлем болсын, Рабиул Аувал айында дүниеге келген. Сол кісіге есепсіз салауаттарыңызды жолдаңыздар. Мұхаммед пайғамбар мешіт пен медресені жақсы көрді, және де оларды көбейтуге өсиет еткен. Бұл дүниеде жасаған жақсылығымыздың қарымтасын Аллах тағала міндетті түрде қайтаратыны анық. Сол медреселердің бірі Түркістан облысы Мақтарал ауданында Гүлстан ауылында 100 балаға арналған қарилық медресе құрылысы салынып жатыр. Бұл медреседен нағыз Мұхаммед пайғамбардың мұрагерлері шығады. Сіз бен біздің ұрпағымыз Мұхаммед пайғамбардың мұрагері болса қандай бақыт десеңізші. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті Мұхаммед пайғамбардың үмметтері, осы пайғамбарымыздың мұрагерлері шығатын 100 балаға арналған қарилық медресенің құрылысына атсалысыңыздар. Қолыңыздан шамаңыз жеткенше садақаңызды беріп, тым болмаса осы медресенің видеосын толыққанды таратуға үлес қосыңыз. Аллах берген садақаларыңызды қабыл етсін. Аллах сіздерден разы болсын.